Бұны қалып деп атаймыз бұны. Ешіп сіздерге бір жерін түсіндіріп жіберейін. Так, бұл кісі енді мини протез алдырамын дейді. Себебі егер қаптататын болса тістерін, мына тіс қапталынады, сосын мына тіс қапталынады. Енді бұл тістер қалай қапталынады? Мына екі саутысын егер керамикамен, металл керамика, болмаса цирконный керамикамен қаптайтын болсақ, екі саутысының нерві алынады, екеуінің нерві алынады, сосын егеуленеді. Егеуге жалпы негізі былай қарағанда жалпы. Сол үшін бұл кісі мини протез айтқан едік. Мини протез онда мен салдырамын дейді. Сіздерде егер сондай осындай бір нелер келіп жағдайлар болып қалатын болса, мини протез уақытша салдыра тұрғандарыңыз дұрыс. Егер онда үйрене алмаймын, таға алмаймын дейтін болсаңыздар, жаңағындай қаптатып салдырғандарыңыз дұрыс. Болмаса, имплант салдырғандарыңыз дұрыс.